Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Кітапханамызға келіп түскен кезекті басылымдармен таныстыруды жалғастырамыз. Бір деректен Күлтегін бабамыз өз заманында жемқорлықты жою үшін жоғары лауазымды 200 адамның басын алыпты дегенді оқып едік. Көк түріктің көк семсері болған бабамызды таныстырып жатудың өзі артық. Бірақ кәрі тарих қанағаттың іргесін мықтап бекіту үшін, елдің санасына адалдық ұғымын мәңгілікке сіңіру үшін, түптің түбінде ұрпағы мәңгі жасау үшін Күлтегіннің осындай қадамға барғанын айтады. Ал бүгінше жемқорлықпен күресу үшін қандай қадам жасалды? Республиканы сөз етпей-ақ, өзіміздің облыстың ахуалы қандай? Міне осы төңіректегі әңгіменің желісі Ақмешіт апталығы газетінің 10 желтоқсанда шыққан 98 санында «Тура биде туған жоқ» атты немесе «Жемқорлыққа қарсы күрес қалай жүруде» атты мақаладан оқи аласыздар. Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Кітапханамызға келіп түскен кезекті басылымдармен таныстыруды жалғастырамыз. Бір деректен Күлтегін бабамыз өз заманында жемқорлықты жою үшін жоғары лауазымды 200 адамның басын алыпты дегенді оқып едік. Көк түріктің көк семсері болған бабамызды таныстырып жатудың өзі артық. Бірақ кәрі тарих қағанаттың іргесін мықтап бекіту үшін, елдің санасына адалдық ұғымын мәңгілікке сіңіру үшін, түптің түбінде ұрпағы мәңгі жасау үшін Күлтегіннің осындай қадамға барғанын айтады. Ал бүгінше жемқорлықпен күресу үшін қандай қадам жасалды? Республиканы сөз етпей-ақ, облыстағы ахуал қалай? «Тура биде туған жоқ» атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 10 желтоқсанда шыққан 98 санынан оқи аласыздар. Әрбір адам алдағы жылдан жақсылық, игі өзгеріс күтеді. Келер жылы да көпшілік үшін жағымды жаңалық көп болғалы тұр. Әсіресе көп балалы отбасыларды мемлекеттік қолдаудың жаңа түрі енгізілмек. Бұл жөнде мәжілістегі үкімет сағатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтып өтті. Министр әлеуметтік кодекс жобасына енгізілетін жаңа параметрлер отбасыларға берілетін мемлекеттік қолдауды кеңейтетініне кеңірек тоқталды. Марапатталған аналар жаңа мәртебе атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 10 желтоқсанда шыққан 98 санынан оқи аласыздар. Болашақ университетінде «Емірен жүрек ел байрақ» атты рухани-патриоттық кеш өтті. Салтанатты шараға облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Мира Қазбекова, композитор құрмет орденінің иегері Рамазан Тайманов және 1986 жылғы тарихи оқиғаның куәгері болған желтоқсаншылар қатысты. Тарихи оқиға куәгерлермен кездесу атты мақаланы Сыр бойы газетінің 10 желтоқсанда шыққан 187 санынан оқи аласыздар. Нартай Бекежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Ұлжан Байбосынова мен Сыр бойы жыршысы жырауларының жыр күмбезі атты рухани тағылымды өнер кеші өтті. Жыр жәрмеңкесінде сонау Қорқыт бабамыздан бастау алып, сыр сүлейлерінің сарынымен бүгінге жеткен дәстүрлі жыраулар өнердің жарық үлгісі жан-жақты дәріптелді. Бағасы биік Бекзат өнер атты мақаланы Сыр бойы газетінің 10 желтоқсанда шыққан 188 санынан оқи аласыздар.